Сау сәлемет тұрыңыздар ардақты біздің оқырмандар, біздің аяулы көрермендер, Жолашар түсірілім тобы, ақпарат орталығы жалғасты. Осы елге келіп еңбек еткен егейлер деген тақырыппен өздеріңіз білесіздер, бір желілес сұхбатты хабар түсіріп жатқанымызда. Сол бойынша осы елімізге келіп еңбек етіп, елге елеулі үлес қосып жатқан азаматтардың еңбегін таныстырып жатқанымыз. Бүгінгі түсіріліміміз бір керемет бір түсірілім болғалы тұр. Соңғы неше күн көріңіздер. Және осының ішінде осы кісінің номері де қамтылады. Егер осыған қажеттеріңіз түсіп жатса, ішінде номері де бар. Сол үшін соңғы неше күн көрулеріңізді сұраймыз. Мынау мәсі арқылы, мәсі тігу арқылы, осының сиығын ашу арқылы осы жерде кәсібін дөңгелетіп отырған, осы мәсінің қыр-сырын, мән мағынасын білетін, бұның маңайында көптеген әңгіме бар. Осыны бүгін арқау ете отырып, бір жақсы әңгіме болады. Енді осы мәс тігіп кәсібін дөңгелетіп көптеген бауырларға, көптеген кісілерге үлгі болып отырған Ерлан ағамызбенен бір осы кәсіпті қалай дөңгелету, қандай кәсіптер ашу керек, осы сіздерден сұрақ көп келіп жатады ғой. Не істейміз деген нәрсе, не істеуге болады, не істеуге болады емес, мынау көп жұмыстың түрі көп бұнда. Әр салада әр түрлі, оны көре білу, көрегендік керек, қоғамда не керек, бір кірпіш болып қалану керек. Бүгін енді әңгімемізге осы кебіс мәс тігу, осының мән мағынасы туралы әңгімемізге арқау болады. Ал Ерлан аға, енді сіз жаңа танысқандай өзіңіз Қытай Халық Республикасынан келдіңіз, 9 жыл болды дедіңіз, Нылқа ауданынан келдіңіз. Ал енді бұл енді көп адам бара бермейтін, әдетте аяқ киім тігетін шығар, басқа салаларда жұмыс жасайтын шығар. Бірақ осы мәсі тігу дейтін нәрсені көп ешкім ойлай бермейтін дүниені сіз қалай есіңізге келді, бұл қалай бастап кеттіңіз, қандай сұранысын көре білдіңіз? Осыдан бастайықшы әңгімені. Енді есімім Ерлан болады. Барша көрермен ассалаумағалейкум. Біз қазақ еліне келеміз деп шешім қабылдаған кезде балаларыма барлығын айтатын. Біз текке бармаймыз ол жерге, елге жерге қызмет жасаймыз. Кішкентай болса да үлесімізді қосамыз деп айтатын. Сол уақытта сол жақтан аяқ киім тігуді үйрендім. Келгеннен кейін аяқ киім тігуді бастайын деп кішкене дайындық жұмыстарын жасап, базарды зерттедім, қарасам. Содан осы мәсіге көзім түсті да, мәселерді қарасам, арғысы Индиядан, бергісі осы көршілес Қырғызстан, Өзбекстандардан, Түркиялардан сөйтіп келеді екен. Содан кейін ойландым да, бірден мәсіні қолға алып, осы мәсіні дамытуды қарастырып кеттім. Енді алғашында мәсіні тігу шынымен де былай қарағанда жеңіл нәрсе болғанымен оңай емес екен. Бұның да қыр-сырын өзі істей келе тәжірибеміз топтап, елдің аяғына қарап тігуге үйрендік. Содан кейін енді нағыз отандық өнім қалыптастыру үшін өзіміздің мемлекетіміздегі тері зауыттарымен байланыс жасап, сол арқылы осы мәс тігу жұмысын бастап кеттік. Қазіргі дейін енді Құдайға шүкір, ауыз толтырып алып айтарлықтай деңгейге келдік. Сонда мұның жаңағы материалдардың өзі осы Қазақстаннан шығатын болды ғой? Қазақстаннан шығатын. Қай жерден шығады? Бұл материалдардың, сыртқы материалдардың барлығы терілері. Қой терісі ме сонда мынау? Сиыр терісі, ешкі терісі, екі терісін қолданамыз. Мына ішкі терілері, қой терілері, сыртқы терілері, сиыр терілері. Сыртқы терілері Шымкент Тұран тері зауытынан аламыз да, ішкі терілерін. Шымкентте Тұран тері зауыт деген зауыт бар, ол тері мәнерлейтін. Арнайы осын мәнерлейтін. Енді кім сұраса мен соның нөмірін берем әдетте. Енді ішкі терілерім, Таразда тері зауыт бар. Арнайы осы жүн терілердің бүтін өзіңіз айтқандағыдай өндіріп беріп отырған ағамыз бар. Сол кісіден аламыз. Нағыз отандық өнім екенде сіздікі онда терісімен тігуімен осы жерде нағыз, иә, Қазақстан отандық. Нағыз отандық өнім қалыптастыру үшін біз енді осылай өзіміздің тері зауыттармен жұмыс жасап отырған жайымыз бар. Енді жалпы сіз аяқ киім саласы ғой, енді жалпы осыған келуген басқа саладан гөрі осыған ниет ауға, мысалы өзіңізде бұрын осы тәжірибе бар ма еді? Қалай осы жерге келгенсің, осы салаға былай назарыңыз ауды? Енді мәс тігіп көргем жоқ, бірақ дегенмен аяқ киім тіккеннен кейін өзім ары қаратай іздену арқылы осының үлгілерін жасадым ақырын. Сол арқылы енді тәжірибесізден тәжірибеліге өттік, сол арқылы дамыттық қой енді. Енді ол бұрынғы ата-бабаларыңызда осыны жаңағы тіккен деген секілді бір кішкене ұрпақ жалғастық бар ма? О жағында бар енді. Менің әкем, әкесі атам ғой енді. Атам ол кісі осы өнер адам болған.
Ол кісі ағаштан шебер адам екен ғой. Шебер адам. Ағаштан түйін түйеді, бүтін керегелі үй жасайды, анау ыдыстар жасайды. Одан кейін осындай арнайы мәсі етік тігетін еді. Енді бала күнімде көріп өскен ол кісіні. Бірақ енді ол кезде мен осындай мәс тігіп кетемін деп ойлағам жоқ. Бірақ ол кісінің соңғы өмірінде қайтыс болар алдында бір ауырып жатқанда көңілін сұрап бардым. Сол кезде бұл кісі қатты риза болып маған батасын берген еді. Бірақ енді ол кісінің батасын осы жұмыс бастағаннан кейін сезініп жатырмын да. Сол кісіден енді дарыған екен ғой батасы ықыласын алып. Енді ар жағымызда болмаса біз енді мұнда шеберлік қайдан келеді деп. Ал енді бұл мәсіні әреттен бұл халық өлеңдерінде де көп келеді. Кебістің жалаң аяқ мәсін киіп қошқал қатай дегенің естен кетпес деген соған қарағанда біздің осы көшпелі қауым осы мәсіні көбірек кигендігінің бір дәлелі ұқсап тұрады да. Бірақ осы кезде осы мәсі туралы түсінігіміз аз біздің. Ал мәсінің осы мән маңызы туралы ол кімдер киген, қалай киген, бұны енді аяқ киім, сыртқы аяқ киім орнына киген бе, жоқ ішкі аяқ киім орнына киген бе қазір? Осы жағынан бір түсінік бере кетіңізші біздің тыңдарман көрермендерге. Енді бұл мәсіні ертеден осы мұсылман қауымдарының барлығы негізі осы мәсіні тұтынған екен. Киген екен да. Қандай түрлері бар? Зерттеулерді біраз ізденіп көрсем, ғұн сақтардың уақытындағы сол кездегі аяқтарына киген мәсілердің нелері табылған да. Ол кезде кәдімгідей аяқ киім орнына киген екен. Қатты табандысы бар, жұмсақ табандысы бар. Өздерінің әр мезгілде, әр маусымда қарай, қалың жұқалығына қарай киген екен ғой. Киген нелері бар екен. Кейбіреуін осы тарихи көрмелер бар ғой. Мұражайларда тұрған бар. Солардан да барып көрдім. Қарасам сол кезде басқа аяқ киім кигізбеген да. Мынау мысалы алтын адамның өзінің мәсілерін мәсі кигендігі туралы ақпарат беріп қойыпты. Содан қарасам мәсі сонау ертеден бар екендігін. Бертінен дамыған нәрсе емес. Біздің қанымызбен, жанымызбен бірге кеткен. Сондай аяқ киім. Медицина саласында адамның денсаулығына пайдалылығы жағында мынау қой жүн терісінің, сиыр терісінің ролы өте жоғары екен. Мысалы, мына қой жүн терісінің өзі, мысалы, жөтел тиіп тоқтамай қойған уақытта, адам осы қой жүннен істелген аяқ киімді, сосын бас киімді киіп, үнемлік тастамаса, ол жөтел, мысалы, көк жөтел дейміз, ұзақ мерзімді жөтелдер болады. Соның өзінің сақайтып кететін жағдайлар бар. Енді, мысалы, бізде ерлерде қазір осы несі бойынша айтқанда простатит дейміз. Әйелдердің түрлі бедеулік әртүрлі аурулары бар. Осының барлығын қарап тұрсаңыз, осы тері өнімінен істелген нәрселер көмек береді екен да. Ол қалай десеңіз, дәл осы мәсіні мысалы, кеште жатарда жылы сумен аяғыңызды жуып, жалаң аяқ күйде осыны киіп ұйықтайтын болсаңыз, аяғыңыздағы бір жетіде немесе 10 күнде сіздің бүткіл денеңіздегі суықталады. Одан кейін сіздің денеңіздегі бүтін ішкі ағзаларды реттеуге бастайды екен. Біз оны енді Қытайда оқығанда баяғыда оқитынбыз, қой терісін қорлама, жәннат содан шығады деп бір өлеңдер айтады. Сонда қараса қырасында кейбір клиенттер айтатын, өмірі мәсі киіп көрмегендер келіп қап, осындай мәсіні киіп кеп қалып айтады. Мынауың бір жәннат екен ғой деп. Бой жылынып пешен адам жарақаттанып, бой жылынады ғой. Сөйтіп қызығы бар қарай мәсіге түсіп кеткен клиенттеріміз да бар да. Сондықтан бұл денсаулыққа өте пайдалы. Сосын мынау аяқ киімінде қолданысқа болатын мындай түрлерін шығарып жатырмыз ғой. Бұны бір рет кигеннен кейін сіз басқа нәскидің барлығын қайырып тастайсыз. Кигізгенде мынаған үйреніп қалғаннан кейін мен мысалы жыл 12 ай киемін. 24 сағат бойы киетін күндерім бар. Аяғымды жылы сумен жуып аламын да, қайтадан киіп аламын. Ал оны киіп жатқан күні сіз деген аяғыңыз терлемейді, иіс шығармайды. Керісінше жеңілдеп тұрасыз. Жылуын сыртқа шығармайтын болып тұр ғой, аяқтың температурасын қалып ұстайтын болып тұр ғой. Бұның терінің жалпы ата-бабаларымыздағы ең үлкен бір неге мәс киді десеңіз, неге тон шалбар киді деп қарастыратын болсаңыз, терінің температураны сақтау қасиеті бар екен. Мысалы, жазда, қыстағы температура адамның бір қалыпты 37 Цельсий градус болатын болса, сол 37 Цельсий градуста аяқта
жылы ұстап береді екен. Сол температураны мызғытпайды. Ыстық қалай, суық қалай өткізбейді. Сонымен бізде қазақтардың денсаулығы жақсы, түрлі бәле батыр ауру деген нәрсе жоқ. Сондай замандар болған. Сол қазір енді бізде мынау ортаға үйлесеміз деп басымызбен аяғымыз жалаңаштай бастадық қой. Ол негізі дұрыс емес екен. Иә. Қазақ айтады ғой, әлгі 9 қабат торғыннан тоқты көрпештің терісі артық дейді. Міне көрді, 9 қабат торғын жаңағы матаны 9 қабаттап жегенше тоқты көрпештің терісі. Ол өзі жылулық сақтайды, өзі жаңағы денедегі әгіндей дүниеде аурудың бәрін алып келген жағдайлар. Бұрын көп ауру болды. Қазақ аты жаман бәле аурудың бәрі қаптады ғой. Мысалы, соның бәрі. Бір айта кетейін. Мынау көктем болып жаз басталатын бір ыстық мезгіл бастала бастайды ғой. Сол кезде шыдап отырып бір жетіге бір мына мәсіні кисеңіз, сізде қыстай өткен суықтың барлығын аяғыңыздан шығарып береді. Қалай айтам? Ол менің тәжірибемнен өтті. Себебі бізде енді кей кездерде қалай болмаса суық өткізіп алатын жағдайларымыз бар ғой. Сосын мынау атты баптайтын кісілер жақсы біледі. Аттың бір ашты терісін алады ғой. Сол сияқты мынаны киіп алсаңыз, ыстық күнде 24 сағат бойы киіп алсаңыз, сізден аяғыңыздан бір май сияқты жылымшы бір теріні шығарады. Сол теріні шығарып, 2-3 күннен кейін шығып болғаннан кейін ол тері басылады. Басылғаннан кейін сіздің аяғыңыз не терлемейді, не ауырмайды. Жаздай терлемейді, құрғақ жүретін. Құрғақ жүреді. Ана денедегі дымқылдықты бір жаңағы шығарып тастайтын болды. Анау мүмкін жаңағы тұзба жиналған қандай бәле сол секілді бірдеңедір ғой енді жаңағы микроб айтып денедегі сондай дүниелердің бәрін сорып шығарып тастайтын болды ғой. Шығарып тастайды сол кезде. Ыстық басталған. Одан кейін сізге аяғыңыз жаздың да мысалы мен жаздың да мәсімен жүремін ғой. Сіз аяғыңыз ыстықтамай ма дейді. Жоқ, ыстықтамайды оған. Ешқандай. Өйткені киіп үйреніп алғансыз. Сіздің жаңағы суық өткен жағдайыңыз болса, оны шығарып тастаған. Температураңыз аяғыңыздың қалыпты сақталатын болып күйге келген. Сондықтан бұл ешқандай да. Бұның өзінің ролы бар екен ғой, керемет. Бұрын бекер кимеген ғой. Табиғи терілердің өзінің ауа ауыстыру, энергия ауыстыру процесі өзінде жүріліп отырады екен. Мысалы енді барлық зат қозғалыста деп айтылады ғой. Бәрінің жаны қозғалысының өзінің біздің денемізге жанасқан уақытта беретін пайдасы өте күшті екен. Енді мына түрлерін бір таныстыра келсеңіз, мынау қандай мәсе деп аталады әдетте? Түрлері көп. Мынау кебіс үлгідегі мәс. Кебіс үлгідегі мәс дегеніміз бұл аяққа тобықтан төмен ғана келеді. Сондықтан бұл кебіс орнында киеді. Бұны аяқтан ызғар өтпеу үшін ғана қолданыста киеді. Өйткені барлық аурудың басталар жері осы табан екен да. Медициналық нелерде доғдырлардан сұрап білдік. Сол кезде айтады. Барлық ағзалардың точкаларының барлығы табанда болады. Ал кім табанын қорғаса, сосын басын қорғаса, оның ауру кіретін нелері аз болады екен. Сондықтан мына табан жылыстау керек болды ғой, нағыз теріменен. Бұл енді 4 маусымға бірдей жүре береді. Қыста, жазда, көктемде деген нәрсеге бөлінбейді. Одан кейін енді мынадай қазіргі заманауи түрлері бар. Бұл шұлық мәс дейміз. Бұны шұлық мәс дейді. Бұны кебіс мәс дейтін болды. Бұны шұлық мәс. Сонда бұлардың әреті бұл жаңағы жұқа байпақ орнына киетін, сонда мынау тақырып түрі болды ғой. Енді аяқ киімнің ішінен киетін болды. Аяқ киім ішінен қазіргі енді тілдегі қолданыс бойынша айтқанда нәски орында киеді ғой. Мына жақтың барлығын аяқ киіммен де сия беретін қылып, жылы ұстайтын қылып, жазда, қыста, көктемде аяқ терлетпейтін ролда, бұны тері болсаң сондай болады ғой? Солай аяқ терлейді. Бұл таза тер болғандықтан аяқты терлетпейді, еш шығармайды. Ешқандай бір алаңдайтын нәрсе жоқ бұда. Сондай ерекшелігіне байланысты. Енді одан кейін мына қалың мәселелердің осыларға байланысты түрлерін шығара беруге болады. Дизайнның барлығын, үлгілердің барлығын өзіміз жасап шығара береміз. Кім қалай айтады, аяғы жолақ па, кесілген ба, жалпақ па, оның барлығына қарап отырып, мәсін түрін шығара береміз. Енді мына соны мынадардың сыртынан жаңа калашты өзі төте киетін аяқ киім орнына жүре бере ме сонда? Аяқ киім орнына жүретін мәселелеріміздің түрлері бар міне. Бұны құрылыс саласында жүргендер көп тіктіреді, соны шахтада істейтіндер тіктіреді, олар қайтеді десеңіз, оларға үлкен етік береді екен. Соның ішінен киіп алады екен. Сондайға арналған су өтпейтін етіктің ішінен киіп алатындар екен ғой. Қалыңшылық мәсе деп айтылады. Одан кейін міне етік үлгідегі мәселелеріміз болады. Бұлардың әртүрлі қалыңдықтар, әртүрлі биіктікте,
бұны галошпен киеді. Бұл арнайы аяқ киім орнында кие береді. Аяқ киім орнында. Иә. Одан кейін мынандай міне. Мынандай асабалық, сахналық нәрселеріміз болады. Иә. Бұл да сол. Ал мына біреу үшін мынау. Мынау енді мына бағана айттым ғой. Аяғы кесілген ба, шолақ па, басы жоқ па, аяғы жоқ па, соның барлығына қарап отырып міне тігіп береміз. Мынау міне мысалы мүмкіндік шектеулі адамдар бар. Ағамыздың қант диабетіне байланысты аяғы кесілген екен. Соған байланысты тіктік. Бұл машина айдаймын дейді. Соған байланысты машина айдауға қолайлық міне. Нені баса алатындай отырып тігіп. Иә, табаны қаттығын немесін екен ғой, аяқ киім орнына. Аяқ киім орнында кие береді бұны. Жазда да, күзде көктемде де. Ал мына гүлді түрлері үшін мынау. Бұлар енді түсті түрлері. Бұл да таза тер екен ғой, мен сыртынан қарасам бірәгі арзан дүниеге ұқсап қалады екен, бірақ бұл материал қандай деп жасалады? Материалдардың барлығын қарап тұрсаңыз міне. Бұл нағыз гүлдеп. Ой, тер екен ғой, бұл нақты ешкінің терісі ме? Сиыр терілері ме? Бұлар енді біздің елімізде өндірілген тер емес. Шет елдің терілерін арнайы алып қоямыз да, сұранысқа байланысты. Қыз-келіншектер әртүрлі көйлектермен жарастырып кигісі келеді. Әртүрлі көйлектермен кие алатындай. Кім не айтады? Аяғына жабыстырып кигісі келеді ма, кең кигісі келеді ма, соның барлығын өлшемімен үлгісі бойынша тапсырыс бойынша жасайсыздар. Мынаның әдемі екен рас үлгілері мынаның. Бірақ сырттан қарағанда бір арзан жалған тері ұқсап тұрғанмен бұл бетіне келген шаптаған дүние екен, мына жағы нағыз тері екен де. Иә, бұл бетіне шаптаған дүние болғанда да бұл түсіп қалмайды да бұл. Иә. Мата секілді жұмсақ екен. Жақсы технологиямен істелген терілер. Иә. Ал енді сіздер бұның бәрін өндіргеннен кейін бұл сұраныс бойынша, тапсырыс бойынша ғана шығарасыздар ма? Жоқ, бұны арнау сату түйіндеріңіз бар ма? Қалай базарға шығарасыздар? Біз әуелде интернетпенен жұмыс жасауымыз жоқ. Бір адамға тігіп беру арқылы, ол адам біздің мәсіміздің жақсылығын көргеннен кейін, ол 2 адам әкеледі, 5 адам әкеледі, одан сөйтіп көбейгенбіз. Кейіннен осы Instagram, Facebook деген желілер шықты ғой. Солармен жұмыс жасап бастадық. Содан кейін сатудың жан-жақтылы. Енді әркім қалай сатады, солай сата береді ғой. Бізде енді сату түйіндеріміздің арнайы точкалары енді қалыптасып жатыр. Өйткені бұрын мәс туралы түсінік адамдарда өте таяз болған. Мәсі деген бір әшейін бір аласаса бола береді. Артық дүние секілді сондай ойлайды. Сондай ойлаған. Сосын мәс сататындар шықты ғой бізге. Базарда мәс сататындар шықты да келіп оптомға сұрады. Сосын оптом бұлай деп айтсағады, ол қымбат екен, біз қалай сатамыз дейді. Сонда олардың сататын нәрсесінің барлығы қалай болу керек? Тек қана тез айналым, тез оборот жасайтын болу керек. Қазір енді Құдайға шүкір ақырын-ақырын осының ролын түсінгендер алып сатып жатыр. Мысалы Астанада, Павлодарда, мынау Ақтау, Ақтөбе со жақтарда, Орал жақтарда әртүрлі оптом топ алып сол жақта сатқандар бар дейсіз. Семейде. Иә. Ал енді біздің мына оқырмандар, көрермендер әрине көріп отырғаннан кейін бұл бір тың жаңалық, бір тың сауданың орайы екен деп қаншама адамдар осындай дүниені күтіп жүр мүмкін. Енді осыны топқа көбірек алсақ та сіздер үлгеріп егер тігіп бере аласыздар ма? Оған біз дайынбыз. Қазір қаншарам кәсіптеніп отыр? Қаншара машина жүргізіп отырсыздар? Бізде 4-5 адам жұмыс жасаймыз. Негізі жұмыс көлемі артқан сайын біз жұмыс қабылдай береміз. Және шәкіртте қабылдай береміз. Шәкірт қабылдауға да болады? Қазір енді мен семья кішкентай 6 жастағы баламнан тартып барлық істейді осыны. Семьямыз бойынша. Мысалы, мынау мезгілдік уақыттар басталады ғой. Мысалы, осының киетін уақыты, қазіргі сөзбен айтқанда сезон басталған уақытта бала шағамызбен іске қосыламыз. Олар келеді дағы. Ұсақ бөлшектеріне деймін. Мысалы, мынандай бөлшектерінің барлығын, мынаны менің қызым, кішкентай 6 жастағы қызым кесіп береді. Осының барлығын, мынаның барлығына өзіне баға бекітіп қойған. Балаларым бәрі шетінен ақшасын табады. Мынаны 10 теңгеден келеді, бір 30 теңгеден кеседі. Өстіп осының өзін 100-ден, 200-ден бәрін кесіп тастайды. Маған жұмысы, олардың өз жұмысы болады. Қазір енді тағы да өздеріңіз сияқты келген бір кісілер болды. Егер көбейтетін болсаңыздар, біз сататын болсақ, бір күнде 500-600 сататын болсақ шығарып бере аласыздар. Шығарып береміз деп оған да дайындық істеп, қатысты станоктарымызға дейін алып дайын отырмыз қазір. Бұйырса, басты мақсатымыз Қазақстан еліндегі осы өндірістің ақсап тұрған жағдайын
шетелден келетін жағдайын біз өзіміз қолға алу мақсатымыз. Шетелден келетінді тоқтатып, мүмкін отандық өніммен нақты қамдау керек дейсіз ғой? Нақты қамдау керек. Енді қазаққа қазақтың жаны ашымаса қайдан? Мысалы, Түркиядан келетіні бар, Өзбекстаннан келетіні бар. Қарап тұрсаңыз, терінің қалдықтарының барлығын мәсіге айландырып әкеп бізге өткізіп жатыр. Олар тасырап болмайды. Иә. Арзан әрі. Бізге айтып бірге үйге жарайды. Ал біз енді терінің ең таңдаулысынан тегесіздер ғой. Біз енді ең таңдаулы сортысын әкеліп отырып тегеміз. Бір кезде де бірге киеді. Одан кейін біз ол адаммен қарамай қоймаймыз да, саттым, саған болды демейміз. Біздің міне телефон байланысымыз осы. Жазда шытылса кел. Бізге қатысты жер болатын болса, біз барлығын тегінірмен ұттап береміз. Одан кейін сіздің қызметіңізде боламыз. 5 жыл болса да 10 жыл болса. Мен жұмыс бастағалы 9 жылдан бері қарай әлі күнге дейін клиенттерім бар, қаридарларым бар да, ол кісілер қазір күнге дейін не алады? Базарға бармайды олар. Иә, тұрақ сізден ген алып тұратын сіздің алады. Адал қаридар, адал алармандарыңыз екен бұл. Олар өлшемі бізде тұрады, архивімізде тұрады. Менің өлшемім бойынша тігіп бере сал дейді, сол архивтен қараймыз да, соны тігіп бере саламыз сол. Енді жаңа біздің оқырман көрермендерден осыған сұраныс түсіп жатса, бірінші тіктірем деп жүрген, екінші осыны топ алып әр ауданда, әр облыстарда сатам деп жатса, болмаса шәкірт болып сізге қабылданып келіп осыны үйренейінші осы өнерде деп жатса, енді сізді таппай қалуы мүмкін. Бір байланыс нөміріңізді айта кетіңізші. 8-708-985-92-84. Осы нөмірге хабарлассаңыздар, мен өзім отырам осы нөмірде. Сіздердің әрқандай көңілде жүрген түйткілді мәселелеріңіз болса, маған қатысты нәрселер болса, мен жауап беремін, иншалла. Жақсы, міне үлкен сала, бұл мәселеге саланың өзінің де жаңағы тарихы да ұзақ, ролы да керемет. Ал осыны түсініп біліп, осыны 9 жылдан бір кәсіпке айландырып, отандық өнімді өз нарқымызды қамдайық, шетелден қашанғы импортқа сүйеніп біз елді байыта береміз деп сөйтіп осы салаға тапжылмай отырған, оның сыртында қазір 5-6 кісіні кәсіптендіріп 5-6 отбасының кірісін арттырып отырған осы Ерлан ағамыздың әрине бәрекелді айтпасқа. Сол үшін енді осы отандық өнімді бірінші қолдап, тіпті өздеріңізге жақсы дүние алу керек болса, жаңағы номерді қайталап осы кісіні жаңағы теріп осы кісіге тікелей байланыста болсаңыздар болады. Сонымен бірге мынау өнер ғой, өлмейтін дүние. Бұл деген аяқ киім деген мынау шаш секілді өсіп тұратын, қайта алатын шаш секілді, бұл аяқ киімді тез тозатын дүние. Сол үшін бұл да үнемі байланыстағы, айланыстағы сауданың бірі де. Осы саланда үйреніп өнер үйренем деушілер болса, топқа алушылар болып сауда жасайым деушілер болса, тіпті өзіне тікелей осыны тіктірем, заказ берем деушілер болса, жаңағы номерге шығыңыздар. Тіпті бұны әуелі өзіңіздің жақсы көретін жолдас жігіттерге сыйлыққа беруге де болады. Таза теріден. Мынау үлкен кісілерге көп сыйлық береді да бізде. Енді осы мәселеден басқа қандай жаңағы киімдер ма, басқа қандай бір өнімдер шығарып отырған жағдайларыңыз бар ма сіздердің? Енді терімен айналысқан, теріден киім шығарған? Иә, белдік, сосын мынандай жакеттерді, жаңағыдай тон шалбарларды тіктік. Мынаны өзіміз өлшемді әдемі тігілген, ешкі терісінен тікеміз, мынау ішкі қой жүн терісінен. Бірақ қазіргі уақытта осы мәсіміздің өзіне жете салмай қалдық та кейін. Сонымен оны тұра тұрып, осы мәсімізбен айланысып жатқан жайымыз бар. Оны барлығын істеуге болады. Осы тері саудасында біз енді әдетте теріні мәнерлемейміз, терінің қадір қасиетін білмейміз, сондай арзан дайын дүниеге жүгіріп кеттік қой. Осыны енді осы тері киімнің маңайында бір түрлі сауда бар екен де, бұндай болғанда? Иә, ол тері киім мысалы қазіргі заманауи тұрғыға, сұранысқа байланысты біз реттеп жатырмыз ғой, мысалы. Бұрын қара мәсіден басқа ешкімнің көзі көрген нәрсе жоқ. Барлығы сол мәсі деген қара болады дейді. Қазір қарап тұрсаңыз міне мына бәрі шығып жатыр, технология жақсы. Әркімге өзіне ыңғайлап шығарып беріп отырмыз. Сол бойынша. Одан кейін мына сахналық сахнадағы билегендерге мынау ыңғайлы екен ғой, мынау сырға той жасайтындарға тіктіріп жатады бізде. Өздері айтады былай деп. Сонымен дизайн жасаймыз да тігіп беріп отырамыз. Сондай. Әзір мөлшері күндегі қанша мәсі, орта есеппен қанша мәсі өндіріп отырсыздар? Бізге қазіргі жағдайда 100-150 мәсіні бір күн, 2 күнде шығарып, дайындап, оптымдар болатын болса, шығарып дайындап беріп
Өгөртүп бере аламыз да. адамның өзіме Иә, сөйтіп сөйтіп үлгеріп істей аламыз. Енді станогымыз келді, Құдай қаласа ол бізді ары қарай арта береді да. Иә, мысалы тұрақты түрде сатылымдағы осындай негізі ең көп сатылатын осы түрде емес мәселе. Мәселен өзі әдемі екен. Не деген жұмыс саны икемді әдемі екен. Қалған мәселелердің барлығы ол сұранысқа қарай тігіп отырамыз. Бұлар да міне мынау да сұраныста. Сұраныста. Үнемлік сатылымда. Бұлар тез шығады. Әр түрлі түстері бар бұның. Иә, Қандай түске қызығады, сол бойынша тігіп береміз. Жақсы. Рахмет Ерлан аға. Иә. Кәсібіңіз өркендей берсін, дамысын, қаншама адамдар үшін игілігін көрсін, жақсы сапалы тауардың отандық өніміміз дамысын. Осыған үнсіз елеу былай үлкен елеулі жұмысқа үнсіз былай еңбек сіңіріп жатқаныңызда бізде алқаймыз көптеген жастарға, бауырларыңызға үлгі боласыз. Біз неге түсіріп жатырмыз дегенде осы әсіресе енді көп қой кәсіпорын бәрін түсіруге құлшынамыз. Әсіресе біз шеттен келген қандастар, көп адамның кейбір көңілінде жүрген сұрақтың бірі, осы шеттен келген қандастар елге не беріп жатыр деген сұраққа кейде жауап бергіміз келеді. Міне, осындай қаншама тәжірибе әкеп жатыр, қаншама мәдениет әкеп жатыр, қаншама өнер әкеп жатыр, қаншама үлес қосып жатыр деген оның үлкен маңыздылығы туралы көбірек қоғамға білгізгіміз келеді, ұқтырғымыз келеді. Сонымен бірге жаңағы сүйіспеншілігін оятқымыз келеді, маңыздылығы туралы. Сонымен бірге қаншама жастарды жұмыс жоқ дейді, бәрісін не істейміз дейді. Не істейміз дегенде міне қараңызшы, мынандайдың өзі жетіспей отырсыз, енді шәкірт тәрбиелеймін деп отырсыз. Ол бір саласы ғана. Біз зер салып көрсек, сұранысқа қаншама кәсіп түрі бар екендігін бір кәпірлеріне салғымыз келеді осы жастардың. Еңбегіңіз жансын аға, шаршамаңыз, ауырмаңыз, сырқамаңыз, жастарға үлгі болып істеп жүре беріңіз. Жақсы, біздің қымбатты көрермендер, егер біздің осы түсірілімдеріміз ұнап жатса, шағын да болса өздеріңізге кішкене сауаттық осы мәсі туралы, кішкене жақсы мәсі туралы, мәсінің ішіндегі сіздерге танымдық дүние бере алсақ, біз қуанамыз. Мүмкін бар осындай жақсы ағаларымызды қоғамға аз да болса үлесін қосып отырған жақсы ағаларымызды елге көрсеткіміз келеді, үлгі болса екен дегіміз келеді. Біздің негізгі таным түсінігіміз мақсатымыз сол. Сіздерге ұнап жатса, астына жақсы лебіз жазыңыз. Қандай нәрсе білгілеріңіз келеді, соны астына жаза кетіңіздер. Сонымен бірге тарқатып қойыңыздар. Ағамызға да біздің мына ақпарат орталығына жасаған көмектеріңіз сол болсын. Сау саламет болыңыздар және жүздесеміз.